қайын деп тұр. Есімді Махамбетжан қуанып, мінеге вальс қайсы, билейтін ән қайсы айырылмай қалды мінеге. Енді мұна осындай үлкен қуанышта өзіңнің балдызың, мұна Әлия қарындасымыз, құдашамыз ән шырқайды, тек қана ортада 2 жас вальске түседі. Мұна қарды жауғызып, жарықты көшіріп, бір керемет ән болса деп отырмыз. Ал Әлия Баққанеке. Mахамбетжан кетші ортаға. Ай, бәрекелді. Махамбетжан. Айдана. Мінекей. Екеуі ғой үйленіп жатқан. Жағасыздар ма? Ай, бәрекелді. Жаға. Ай, бәрекелді. Айдана екен бұл. Ал енді ардақтан айын кәмейін екі жақты екі топқа бөлсем ба деп отыр. Айдана сен мына жаққа кет. Мына жаққа кет. Сен Махамбетжан мына жаққа кет. Шамал артқа тұрайға, артқа. Кәнеке. Айдана кет, күйінкасына кет. Енді мен мына ардақтан айын мына жақты Махамбетжанның жағы деп алсам деп отыр. Қошаметтен қояқшы Махамбетжан тобы. Мына жақты Айдананың тобы. Ай, бәрекелді. Айдананың достар қайдасыздар, көршілер шабала ұрып қояйық та.
мен Махамбетжан дегенде мына жақта кім бұны Айдана деймін, екі жақты салыстырамын, кім жақсы шапалақ ұрады, соған бір ақшалай сыйлықтан таратып берсек деп отырмыз. Олай болса, Махамбетжан! Айдана! Мына жаққа $50,000 кетті үшін. Ал енді мына бұлай істесек деп отырмыз. Қазір біздің Махамбетжан кетті. Дирижерлар білесің ғой, бұлай қолды көтеріп, баладан үйренмеш, көрдің бе? Солай дирижерлар өзінің тобына ән шырқау керек. Қазір бір ән қосамыз. Ана әкелердің құрметіне Махамбетжанда үлкен әке болсын деген ниетпенен сіздерге ән қосамыз, әке туралы жырды. Сіздер айтып келе жатсыздар, музыкасы өшіп қалады, қайырмасын жалғастырып кету керек. Айта алмай қалсаңыздар, Айдананың тобынан қалып қоясыздар. Махамбетжан позор болып қалады. Ал, кәнеге кеттік ал, баста. Бәрекет, шапалақ қайда. Бәріміз айтайық. Жаңағыда дирижерлай. Ал дайынсыздар ма? Шапалақ қайда кәнеге кеттік. Біздің Айдана ана туралы жыр әнімен сіздер дирижерлайды. Айдана болашағаны болсын деген ниетпен. Дирижер. Әлемнің жарығын сыйладың сен маған, бағалың әңгінің жинадың сен маған, сен бердің құстардың қанатын самғаған, балалық қоштадың өзіңе арнаған. Басынан бастап кәнеге. Шапалақ қайда Махамбетжан тобы. Bir bayan ана кездегі Бразилияның гимнін айтқандай болды көбісі. Ал енді біздің Айдана сіздерді дирижерлайды. Кеттік кәнеге. Жетелеп қалған
қайта чик-чикті бұрып отыр. Ырза болдым мен құдаға, шапала ұрып қоя керек. Ай, бәрекелді, рахмет, ардақты ағайындар, Алланың нұры жаусын сіздерге. Енді мына құрметті ардақты ағайын, мен мына Айдана қарындасыма бір сұрақ қойсам ба деп отырмын. Сол сұраққа жауап берсе бір шапалақ ұрып қоярсыздар. Нұрсұлтан Назарбаев, Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев неше тіл білу керек деп жатыр? Қазақ, орыс, ағылшын. Дұрыс па? Енді келіншек болып түскеннен кейін неше тіл білу керек? Білмейсің ба? Айтайын. Бірінші ағайын мен әр тілді айтқан сайын дұрыс болса шапалақ ұрып отырыңыздар, мені қолдап отырыңыздар. Бірінші тіл өзіңнің асқартау әкеңдей көретін мінекей Болат көкемнің тілін табу керек. Екінші тіл қос бірдей анам бар, ол мінекей құрметті біздің Ұлбосындай, Тұрсынайдай анаңның тілін табуың керек. Үшінші тіл өзің отағасы деп сүйіп қосылған жан-жарың пірің мана тұрған Махамбетжанның тілін табуың керек. Төртінші тіл ол мінекей сыр елін жайлаған, сыр еліне ту тіккен халық ел көше жаппастардың тілін табуың керек. Осы төрт тіл тапсаң мықты келін болғаның 100% гаранти. Ай, бәрекелді. Енді Махамбетжанға бір сұрақ қояйын деп отырмын, өзім құрдасым, досым. Махамбетжан енді бойдағы жігіт үйленсе де бармандай. Үйленгеннен кейін не болса екен деп бармандайды. Бала болса екен. Ай, бәрекелді. Бала болса екен деп қояды. Бірінші әлі үйленген жоқ, бала болса екен деп қояды. Шапалақ ұрып қояды, дұрыс айтасың екен. Аларқатты ағайындар мінекей ұрпақ өсіріп, мінекей осындай үйленгеннен кейін әкенің жолын жалғап, осындай үлкен қошеметке бөленем деп тұрған қос ғашықты той төріне шығарып салайық. Алланың нұр жаусын, тек қана бір жүріңіздер.